Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін әдебиеттік оқу 2 сынып 75 сабақ. Сабақтың тақырыбы мақал-мәтел оқып, жұмбақ шешейік, жаңылтпаш жаттайық. Бүгін балалар барлық тапсырмаларды орындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін сабақты қарап шығыңыздар балалар. Ендеше бізге берілген тапсырмалар мақал-мәтел оқып, жұмбақ шешейік, жаңылтпашты жаттайық деген. Бүгінгі сабақта мақал-мәтелдерді қолданасың, жаңылтпашты жаңылмай айтасың, жұмбақтарды шешесің. Мақалда ой нақты, анық айтылады, мәтелде ой астарлы жұмбақтап жеткізіледі. Ал балалар, бірінші тапсырма сөз жұмбақты шеш, мақал-мәтел жарысы делінген. Жалқауға күнде мейрам, асық ойнаған азар, ашу дұшпан ақыл дос. Төртінші, адам болар, бала алысқа қарайды. Бесінші, бірлік түбі тірлік. Алтыншы, білім ырыс қазығы. Жетінші, әдепті бала арлы бала. Сегізінші, талапты бала талпынған құстай. Тоғызыншы, денсаулық тазалық кепілі екен. Оныншы, ұрлық түбі қорлық балалар. Ал балалар, келесі екінші тапсырма сөз жұмбақтағы мақал-мәтелдерге қандай ортақ тақырып беруге болады? А. Туған жер отан туралы. Ә. Еңбек туралы. Б. Жақсы жаман істер туралы. В. Ерлік батырлық туралы. Бұл жерде Б нұсқасы дұрыс. Жаңылтпаштар дыбыстар мен сөздерді дұрыс анық айтып жаттығу үшін қолданылады екен балалар. Ендеше келесі үшінші тапсырманы қарайық. Ал балалар, үшінші тапсырма қарамен жазылған сөздерді белгілеп, іштей оқып ал. Жаңылтпаштарды жаңылмай айтуға жаттық. Жаңылтпаштар: шеше, неше кесе, сынды кеше. Омартаға балалар барар. Ол жерде балаларлы бар. Кеспе, өссін тал, өссе, өсім тал. Өссе, өсін тал, кеспе, өссін тал. Жағажай, жағажайды жағалай, жүгіреді қамажай. Малтам бар қалтамда, бар бір қалта талқан арқамда. Шөмеленбеген шөпті мен шөмелемей, кім шөмелейді? Оң қапты қақ, оң қапты қақта қатта. Бөдене бедеде, көбелек көдеде. Бедені бедеде, көдені көде. Тары ақтап, қапта. Біл, бұл піл, бұл бір біл. Жұмбақтар табиғат құбылыстарының өзін қоршаған дүниенің сырын таңып білуге талпынған халық ойынан туған шығармалар. Ал балалар, төртінші тапсырма жұмбақтарды шешіндер. Жұмбақтар: шік түсті, бүк түсті, алшы тұрды, тәйке тұрды. Шеше алады, ал кім мұны? Бұл жауабы асық. Жеміс жидек жегенім, балды жақсы көремін. Жауабы аю. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсен жылатады. Жауабы пияз. Самырық құс самғады, көктен өтіп, айға жетіп жеңілдеді салмағы. Ғарыш кемесі. Жауабы көкшіл айна үйдегі, көрсетеді киноны. Бұның жауабы теледидар екен балалар. Ал балалар, келесі соңғы бесінші тапсырма суреттердің біреуін таңдап жұмбақ құрастыр делінген. Бізге суретте шаң сорғыш, керік, дәптер, ай берілген. Шаңға толған шанағы, қоқыр соқыр тамағы. Бұл жерде жауабы шаң сорғыш екен балалар. Балалар, менің каналыма тіркеліп алып, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Подписка кнопкасын басып қойсаңыздар, менің әр салған сабақтарының жауабы сіздерге алғашқы және бірінші болып көрінетін болады балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.